Сәлем тоқман жақсы көретін қыз-келіншектер. Бүгін сіздерге Alize Puffy Fine жібінен узор көрсетпекшімін. Образец ретінде 10 петля аламын. Узор перевернутые петли дейді. Петляларды айналдырып тоқу дейді. Мына петляны алған петлямызды былай айналдырып, енді осыны тоқимыз. Екінші петляны айналдырып тоқимыз. Узор бәрі осылай тоқылады. Қай бағытта айналдырдыңыз бастапқыда, бірінші қатарда, әрдайым келесі қатарлардың бәрін сол бағытта айналдыру керек. 10 петляны тоқып аламыз. Просто петляны аламыз, міне, оңға айналдырып, бұрып, кейін рабочий жіптегі петлямен тоқи береміз. Бір бұрып алып тоқимыз. Болмаса керісінше айналдырамыз. Бастапқыда қалай бастадыңыздар, дәл солай кейінгі қатарларды да тоқи береміз. Келесі қатарға көшу үшін рабочий нитті жоғары жағына қоямыз. Енді қайтадан айналдырамыз и тоқи береміз осылай. Былай айналдырамыз, тоқимыз. Петля міне түзу тұрған петляны былай айналдырамыз. Қай жаққа қаратай бастап айналдырдық, солай осылай тоқи береміз. Бұл узор да әдемі шығады. Міне қыздар, осылай әдемі түседі. Өте оңай, тез әрі жылдам тоқылады. Бұл мен әртүрлі нәрселер тоқуға болады. Плеттер, кардигандар, жилеттер осы узормен. Келесі узор рис, двойной рис деген, оны путанкада деп айтады. Спицамен тоқылатын узор. Бір оң, бір теріс тоқимыз бірінші қатарда. Мен образецке 10 петля алдым. Бір оң, бір теріс тоқимыз. Бір оң, бір теріс. Жай рис болғанда ол 2 қатардан тұрады. Ал двойной рис 4 қатардан тұрады. Бір оң, бір теріс. Бірінші қатарын тоқып аламыз. Келесі қатарда қыздар, оң тұрғанға, оң тоқып алғанға теріс тоқимыз. Ал теріс тоқығанымызға бірінші қатарда оған оң тоқимыз. Солай орындарын ауыстырып, чередовать етіп, оңға теріс, теріске оң тоқу арқылы біз әдемі узор жасап шығамыз, тоқып шығамыз. Так, теріс тұрғанға оң тоқимыз, оң тұрғанға теріс тоқимыз. Бұл узор да спицамен тоқылғанда өте әдемі көрінеді. Балалардың киімінде теріс тұрғанға оң, оң тұрғанға теріс. Осы 2 қатарды чередовать етіп тоқи бересіздер. Осылай үшінші қатарда да оңға теріс, теріс тоқылғанға оң тоқимыз. Осылай 2 қатарды алмастыра отырып тоқып узор шығарамыз. Міне қыздар, рис узоры шықты. Оңға теріс, теріске оң. Осылай. Енді двойной рис. Двойной рис дегеніміз оң, бір теріс тоқығанда 2 қатар тоқимыз. Оңға оң тоқимыз, теріске теріс тоқимыз. Екінші қатарда да 2 қатар сайын ауыстырып отырамыз орнын. Теріске оң, оңға теріс тоқимыз. Әр үшінші қатарда орнын ауыстырамыз. 2 қатар бір оң, бір теріс тоқимыз. Үшінші қатарда орнын ауыстырамыз. Оңға теріс, теріске оң қылдырып. 4-ші қатар дәл узордағыдай тоқимыз. Міне, біз 2 қатар тоқыдық, бір оң, бір теріс. Бұл бізде резинка сияқты болып тұр. Енді орындарын ауыстырамыз. Теріс тоқылған петляға оң тоқимыз, оң тоқылған петляға теріс тоқимыз. Осылай 2 қатардан тоқып, чередовать етіп шығарамыз. Бұл бізде двойной рис деп аталады. Міне қыздар, астында ашин рис, үстінде двойной рис. Көрдіңіздер ме? Разница өте үлкен. Мынау резинка сияқты, бірақ орындары ауысып тоқылады 2 қатардан кейін. Осы видеода 3 түрлі узормен таныстық. Перевернутую
петляларды айналдырып тоқу және рис и двойной рис. Өте оңай тоқылатын узорлар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта екі түрлі узор көрсететін боламын. Оның біріншісі плетенка, екіншісі жгут. Келесі сабақта кездескенше.